Талха ибн Убайдулланың мұсылман болуы. Әзіреті Османнан соң іле-шала Әзірет Талха ибн Убайдулла исламды қабылдады. Ол сауда-саттықпен елден жырақта жүрген сәтінде Бусыра базарында сол жердегі шіркеу басының «Уа халайық, араларыңда Меккеден келгендер бар ма?» дегенін естиді. Әзіреті Талха оның қарсысына шығып, өзінің меккелік екенін айтады. Сонда монах Талханың бетіне бажайлай қарап алады да, «Ахмад халыққа танылды ма?» деп сұрайды. Әзірет Талха, «Ахмад дегеніңіз кім?» дейді. «Ахмад Абдулланың ұлы, Әбділмүтәліптің немересі, ол меккелік, өзінің соңғы пайғамбар екенін танытады. Кейінірек туған жерінен қуылып, от бітпейтін, тастақ бір жерге көшуге мәжбүр болады» деп жауап берді монах. Христиан дін басының айтқандарын ұйып тыңдаған Әзірет Талха еліне келген сәтте алдынан жолыққандардан «Мен жоқта нендей жаңалық болды?» деп сұрайды. Жаңалықтың көкесін естіртейік. Абдулланың ұлы Мұхаммед өзін пайғамбармын деп жариялады. Ол ма? Әлгі Әбу Кухафаның ұлы Әбу Бәкірді оның айтқандарын растап, иман етті деді жапа-тармағай шуласып. Мұны естіген Талханың жаны жай таппай, Әзірет Әбу Бәкірді іздеп тапты да, «Сен Әзіреті Мұхаммедтің, саллаллаху алейхи уассалам, айтқандарын мойындадың ба?» деп сұрайды. Әзірет Әбу Бәкір, «Я, мен оның сөздеріне шәк келтірмеймін. Егер менің тілімді алар болсаң, сен де бар, Мұхаммед пайғамбарға, саллаллаху алейхи уассалам, мойын ұсынғаныңды айт. Өйткені оның ұстанғаны хақ наным». Әзірет Талха Бусыра жәрмеңкесіндегі монахпен кездесуін, одан естігендерін Әбу Бәкірге айна қатесіз жеткізеді. Мұнан кейін екеуі Алла Расулының құзырына келеді. Сәлем сауқаттан соң жаңа сахаба қатарына қосылған Талха мұсылмандықты қабылдағанын естіртіп, монахтың әңгімесін Мұхаммед пайғамбарға, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, баяндап береді. Пайғамбар оның әңгімесін күлімсіреп отырып тыңдайды. Мүшіріктер араларындағы Талха сынды абыройлы, құрметті адамның иман келтіргеніне наразылық білдіріп, балуандары Науфал ибн Адуяны араға салып, Әзірет Талхаға дүре соқтырады. Аяқ қолын байлаған күйі біраз азаптайды. Жастығына қарамастан ақ-қараны айыра білетін Талха көзі тірісінде жұмақ сыйы ұсынылған 10 сахабаның қатарында. Пайғамбарымыз ол туралы жер жүзінде тірі жүрген шейтті көргіңіз келсе, Әзірет Талхаға қараңыз деген. Мәрттігі мен қайсарлығын иман жолында ғана қолданған қаһарман еді ол. Ислам тарихындағы атақты Ухуд соғысы кезінде пайғамбарға атылған оқтарға қолын тосып, саусақтарын құрбан еткен батыр ол. Сол шайқаста 80-нен астам жарақат алса да, Мұхаммед пайғамбарға, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, қорған болған ер.